Toyыңа гүл алып келіп ем қуанып, қарсы алдың күлімдеп көктемде. Жүзіңе нұр толып кетіпсің құлпырып, бір бақыт сәулесін сепкенде. Сен туған күн мерекеміз, ән бастайық келе екеуміз. Ұмытпа сен құрбым, есте қалсын мәңгі бұл күн. Ұмытпа сен құрбым, есте қалсын мәңгі бұл күн. Бәрекелді құрметті ағайын, қадірлі ағайын, тәлімді ағайын, сыйлы ағайын, көрікті ағайын, тойға шақырылған ағайын, ақ тілегін алып келген, осы тойға сары жолды салып келген, айналайын жамағат, бұған да бір қанағат. Сәлем сөздің анасы, мақал сөздің данасы, амандаспай көрсер, қай қазақтың баласы дейді. Әрине амандасу пайғамбардың сүннеті, сәлемдесу әрбір адамның міндеті. Ал тілек айту бұл қонақтың құрметі. Ендеше бүгінгі тойға жиылып, берекелі дастарханды сәнді мәнді қылған ағайын, бәрекелді, бұл тойды бастайтын бала дейтін, қиындықтан қашпайтын дана дейтін, әр ұлын батыр қылған, ақын қылған баршаңызға ассалаумағалейкум деп бір шабала бір қояйықшы ағайын. Ей, уағалейкум ассалам. Бәрекелді құрметті ағайын, жамағат тойға жиылған, бір Аллаға сыйынған, тойларыңыз бүгінгі құтты болсын бұйырған, нар қазақтың ұрпағы, текті болған бір тағы, қазағымның басынан таймас екен бұл тағы. Осы тойды басқарар, қолдау берсе басқарар, Нұрлан деген асаба, орта жүздің баласы, текті болған бабасы, өнеріне қол соғып, қошеметке жарашы деп бір қол соғып қояйықшы ағайын. Ал енді құрметті ағайын, бүгін 50 деген әрине жарты ғасыр деп жатамыз. Ендеше бүгін үлкен әулеттегі Нұрлан мен Мәкураштың шаңырағында той ағайын. 50 деген арайлы болашағы сәтті болсын, денсаулығы әрқашан мықты болсын, 50 жас мерекелі дастарханы құтты болсын дейді. О жараңдар, бәрі бері қараңдар, 18 мың қалам бар, ақыл менен ой берген, сана менен би берген бала адамның бауреті, жасасын той жасап жатқан Жұмабаевтар әулеті деп бір шағыла құрып қояйықшы. Енді бұлай болсын, қолдаушымыз Құдай болсын. Бәріміз орнымыздан тұрайық. Мойынды мұнандай Жұмаш ресторанының есігіне қарай бұрайық. Шапалақты қол талғанша әрине 50 рет ағайын бұрайық. Ортамызға той еді. О, шапалақ қайда? Қошемет қайда? Атырап? Сөйдім. Қошемет соғып қойық. 50 майын. Ұрғыры немелері. Амбасына күн шоқтары. Нұрлан қараса хит сияқты, бойы менен қараса Нұрландікі чүт-чүт биік сияқты, бұлай түріне қарасаң, салоннан шыққан чүт-чүт қарны бар жип сияқты деп қоямыз. Ендеше құрметті ағайын, міне ақ тілекті халықты жиып алған, бүгін осындай Нұрлан мырза ағайынның сыйын алған, жан жары бар әдемі Мәкураш сүйіп алған, әрине Мәкураш та өте қу красавчик жігітке киіп алған деп бір шабалақ соғып қояйықшы. Енді көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Бәрекелді. Мәкураш көңіл күйің қалай? Күшті. Дұрыс, сенікі күшті болу керек. Нұрланды ғой, сенікі күшті болу керек. Бүгін 50 жас деген ерекше. Өзің білесің, 1990 жылы осы шаңыраққа келініп алып келіп, сол кезде көрістіріп едік. О кезде жап-жас боласыз. Қазір қараш тұр, 50 емес 49-да сияқтысың әлі. Ендеше той боласың. Бүгінгі тойдың тізгінін бізге беріңіздер. Біз бастайық. Өйткені сіздердің шаңырақтарыңыз міне тәуба немере бар,
Ұлдарыңыз үйленіп жатыр, тағы да ұлдарыңыз дайын тұр. Әне Аслан деген ұлымыз үйленем деп жатыр жазда. Той-тойға ұласып, ниетіміз қабыл болып, тек қана шаңырақтарыңызда қуаныш, шаттық, жаңа жыл құт береке рыздығымен келсін. Ендеше тізгінді бізге беріңіздер. Бүгінгі тойдың бастамасын бізде қалмай, сіздердің сусындарыңызды алу үшін асыл жарым деген әсем әніміз бар ағайын. Бұл махаббат әні. Ендеше Нұрлан мен Мәкураштың махаббатына арнап асыл жарым. Тағдырдың сыйлығысың, нұр еткен үйреніші. Сен үйдің тірегісің, біз төгел біреу үшін, ауырар жүрек үшін. Асыл жарым, кешіргенде қатеңді жасырғанмын. Жыласаң да күлсең де қасыңдамын. Бақыт немене басыңдамын. Асыл жарым, игілікті жұртыма асырғаным. Сенің мөлдір жаныңа ғашық жаным, ғашық жаным, ғашық жаным. Теңейді керек емес, теңелді тереземіз, біздер бірге медеміз. Жоқ болу керек еді, олардай өнегеміз, болғанда немереміз. Асыл жарым, кешіргенде қатеңді жасырғанмын. Жыласаң да күлсең де қасыңдамын. Бақыт немене басыңдамын. Асыл жарым, игілікті жұртыма асырғаным. Сенің мөлдір жаныңа ғашық жаным, ғашық жаным, ғашық жаным. Нұрлан мен Мәкураштың шаңырағына бір шапалақ қойды. Махаббат аян болсын. Асыл жарым, кешіргенде қатеңді жасырғаным. Жыласаң да күлсең де қасыңдамын. Бақыт немене басыңдамын. Асыл жарым, игілікті жұртыма асырғаным. Сенің мөлдір жаныңа ғашық жаным, ғашық жаным, ғашық жаным. Ей, бәрекелді, бір шапалақ ұрып қояйықшы, бәрекелді. Ханымдар мен мырзалар, аққулар мен қаздар, Қытайдан шығып жатқан камаздар мен маздар, дастарханда отырып, ана салаттан, алттағы дәмнен опырып, ішетіндер арақтан, ішпейтіндер тамақтан, қыздар шампаннан, ұлдар мампаннан. Ендеше той басталды, таяқ тасталды ағайын. Ендеше бүгінгі тойды көңілді өткізейік, саттығымен, қуанышымен өткізейік. Өйткені бүгін еркендіктен емес, 50 жасқа толғаннан кейін сіздерді шақырып, жақсы-жақсы сый-сияпаттарымыз бар той барысында. Өйткені шайдың көркі забарка, тойдың көркі подарка, бірінші орынға Нұрланның атынан мантаварка деп қоямыз ағайын. Бір шапалақ соғып қояйықшы. Той құтты болсын. Ал енді мен де әдептен озбаймын. Өйткені әрбір адам тойға келгеннен кейін аңқау көлденең келген байлықты қалайды, жалқау ай сайын келетін айлықты қалайды. Мына аттың сырын білетіндер жорғаны қалайды, шегенің сырын білетіндер балғаны қалайды, саудагерлер товардың өткенін қалайды, таксистер клиенттік көптігін қалайды, ұстаздар алдындағы шәкіртінің озғанын қалайды. Бүгінгі той иесі Нұрлан мен Мәкураш ағайын нені қалайды? Тілектің тәттісін қалайды, мың бұралған биді қалайды, көңілде отырған халықты қалайды, халықтың саулығын қалайды, өкпелемейтін ағайынды қалайды, дастарханда отырған ағайын нені қалайды? Әрине ішетіндер арақты қалайды, жейтіндер салатты қалайды, дос-досты қалайды, құда-құданы қалайды, жекжат-жекжатты қалайды, билейтін адам билемейтін ағайынды қалайды. Менің халқым Мәкураш 50 жас құтты болсын деп шапалақты қалайды деп бір шапалақ ұрып
енді әулеттің үлкендері ортамызда отыр енді. Бұл енді Нұрланның ерекше туыстары, ендеше бүгінгі ақ тілегін арнайтын, ақ тілекті жас тілекпен жалғайтын, ұйытқысы болып әулеттің кетірмеген жаманат, қария болып сөз бастау, үлкендерге аманат, аталардан өсиет, аналардан қасиет, соларға қарап өсесің, ізгі жолды саралап, бүгінгі болған бойжеткен, ертең ақ кемпір болып келесің, ізгі тойды жағалап, бүгінгі жайсаң бозбала, ертең ақ шал болып шығасың, сақалыңды саралап, айның орын күн басар, ағайының орын береке басар, үлкендерді жүрейікші, үйде болса да, қайда болса да, Жұмаш кафесінде болса да, аялап деп алғашқы тілекке әулеттің туыстары. Шәкен апам бастап кеп отырған, Бану Матай бастап кеп отырған, Ерлан, Лаура, әрине зәп-зәгіл қайлақ бір шапаға. Байқамаса болады ұрысыра, құтірлікке құмар қолым кетсе, бірге туған бауырды ұмыттырады. Туысқандар зәп-зәгіл ешқашан ұрыспаңдар деп жатыр. Сол себепті микрофон өздеріңізде бастайды. Қойшыл қауым, мына келіннің Макурашның 50 жасы, соған жиналған қауым, жаура жолдастары, туған туыс, құда-құдайлар, құда жекжаттар, өте ешкім жоқ. Қойшылғандар, аян бүгінгі тілейтін келініме, келін туған күнімен, келін сау жасың ұзақ болсын, жастан жасқа тола бер. Нұрлан екеуің бір жаста қандай бақсақал сарсыз оңдар, бала шағаларын қызын көріп, өсіп өндіре беріңдер. Мына өз жаққа немінеміз өсе берсін, оның артынан кебіре көріңдер, Құдай соғын еттірсін. Биылғы жылда өзінің 50 жасына қалмай асына ұлымыз үйлерсін, соның тойында бас қосайық. Тілейтін денсаулығымен. Жиналып отырған тойшыл қауым, құда жекжат, ағайын туыс, Нұрлан мен Мәкураш сүттің бетіндегі қаймағын шақырып, қаймағы десекте болады, осы отырған кісілердің бәрі. Ал Мәкураш туған күні құтты болсын, денің сау болсын. Енді жаңа айтып жатыр ғой, Нұрлан екеуің бір жаста қатайыңдар, ақсақал сонша бірге болыңдар. Мына немерелерің қызын қызықтап жүре беріңдер, немереден шөбере сүйіп, Алланың берген жасын жасай жүріңдер. Ал енді құрметті қонақтар, туысқандар, құда-құдағилар, бүгін Макураш келініміздің 50 жас мерейтойы құтты болсын, дені сау болсын. Нұрлан екеуі бір жастық айтасын, бағандан айтып жатқан жақсы тілектер қабыл болсын. Немерелері өсе берсін, көбейе берсін, біз қуанышына бөлісіп келе берейік, ортақтасып. Дендерің сау болсын бәрілеріңіздің, ол дастарханда кездесе берейік. Ал құрметті тойға жиналған қауым, біріншіден міне келіп жеткен жаңа жыл құтты болсын, әр шаңыраққа құт береке әкелсін. Ал енді Нұрлан Макураш деген енді біздің әулеттегі келіндердің дарасы, келіндердің пысығы, ақ көңіл, елгезек. Енді қай жағынан мақтасақ та жарасады. Қай қашан болсын үлкендерді сыйлап, кішілерге ізет көрсетіп, өзінің бір әулетімізде бір орны ерекше. Ал Макураш, енді артымыздан есіп келіп жатырсың, енді мына 50 жасың құтты болсын, денің сау болсын, енді бауырым екеуің бір жастықта қартайып, тек жақсылықта болыңдар. Енді асланымыз үйленіп, үлкен тойға дастархан жайыла берсін, барлықтарыңызға денсаулық тілеймін, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Келе алмай қалдым, сәлемен айтып жатыр, Алла бұйырса келген соң өзі кіріп шығады. Маңдайынан сүйіп қойшы деп тәттен звондар еді, соны маңдайынан сүйіп. Құрметті туған туыс, құда жекжат, дос жарандары, Нұрлан мен Макурашының осындай міне үлкен жиынға келіп отырсыздар, өздеріңізді шақырып, дастархан даладай дастархан жайып, қонақ болып жатыр. Ең бірінші келіп жеткен жаңа жылдарыңыз құтты болсын бәрілеріңізге де. Одан кейін жаңа жылда жақсылықта Макурашымыз 50-ге толып жатыр екен. Не айтамыз? Бала шағасыменен, Нұрлан менен қол ұстасып, бірге қартайып, тек жақсылығын көрейік. Жақсылықта ғана бас қосып, аман-есен жүре берейік. Хан төресінің артынан бауыр сіңіл ере берсін, ұрпақты болыңдар. Бәр жақсылықты тілейміз.
енді Макрош пен Нұрланымыз өзіміздің артымыздан ерген үлкен шаңырақ иесі, жаңа мақтауға тұрарлықтай адам енді. Бәр жағынан да жақсылығынан бар. Соның бәрі сендерді біз жақсы көреміз. Енді сый-сияпаттарыңыз бар екен, ғана екен. Табыс етейік өзің, атап жүрсің, Лаура. Не беріп жатсың? Алтын Сақина Макурашымызға. Алтын Сақина, Айжан мен Ержан да бар списка дейді. Көріп шабалақ соқпасын. Бісміллә деп бастадыңыздар, сөзін басын, айттыңыздар, жүректегі жыр жалғасын. Осы тойда айтылған ақ тілекті әумин деп періште қабыл алсын. Енді ортаға шыққаннан кейін салт дәстүр білесіздер, ән, би, арақ ішу, таксовать ету, шпагат қотыру, төртеуін бесе болмайсыз. Матай, қайсысы? Матай таксовать ету точно. Қайсысы енді? Біреуін таңдаңыздар. Жам-жабы, күш пісіру, жарайды. Би, бір жақсы бір музыка, бір билеп жүрейік. Сіздер көңілді болсаңыздар. Ал енді құрметті ағайын, енді ішіп жеп дәмнен алып отырыңыздар. Енді қызып келе жатырмыз. Сол сияқты енді әрбір жердің жөні бар. Мына қазақта бекер айтпайды. Мына акимат әкімнің кабинеті, мектеп ұстаздың кабинеті, машина шофердің кабинеті, соғыс батырдың кабинеті, ресторан асабаның кабинеті, кухня әйелдің кабинеті. Әрине бүгінгі той иесі болып жатқаннан кейін акиматқа барсаң әкімді тыңдайсыздар. Мына құрметті кухняға барсаң әйелді тыңдайсыздар. Ресторан осындай тойға барғанда асабаны тыңдаңыздар ағайын. Ендеше той болып жатыр. Бүгін ерекше сол сияқты келесі бір тілектің ретін келтірейік. Ортамызда тағы да міне туыстар деп жазылыпты. Бұл енді Алматыдан келген арнайы Макураштың ерекше туыстары, апайлары, сіңілдері ортамызда. Мәрияш апайым дейді, Мәдина, Жазира, аяулым
Диана, Дуғыл, Шабала, ордаға! Шаттықтың күйін ойлаған осы тойда ән салып ойна да күл Ал енді тойға жиналған көпшілік қауым не бүгін сіңіліміз Макураш елді толып отыр. Құтты болсын. Шағаның аман болсын. Солардың ортасында Нұрлан екеуі бірге қол ұстасып, бала-шағаның қызығын көріп, солардың қызығына қоймай, арда сырқында әрқашанда осындай жақсылық болсын, той болсын үйлерінде тек қана той болсын, қуаныш болсын енді. Енді асыланымыз үйленіп, соның тойына келуге Алла нәсіп етсін. Енді тек қана жақсылық болсын. Құрметті Макураш, бүгінгі елу жасы құтты болсын, денсаулығың мықты болсын, ұзақта бақытты ғұмыр кеш, семьяңа бақыт тілеймін, береке тілеймін, қуаныш тілеймін, әрқашанда семьяңда той болсын, жақсылық болсын. Жиналған тойшыл қауым, бүгінгі Макураш 50 жас туған күні құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, бала-шағалардың қызығын көрген Нұрлан екеуінің теңдек ақтайып, үйлерінде тек қана той, қуаныш көп бола берсін. Асыланымыз үйленіп, сондай тойлар көп бола берсін енді. Барлық жақсылық тілеймін, жастан жасқа жете бер, немерелерің көп болсын. Ал енді мынау Макураш апа, бүгінгі келіп жеткен 50 жасыңыз құтты болсын. Ең бірінші барлық денсаулық демекші, денсаулығыңыз мықты болсын. Бала-шағаңыздың қызығын көре беріңіз. Нұрлан аға екеуіңіз осылай бір жастықта қартайыңыздар. Бұйырса Аслан аға үйленсе тойына келеміз. Осы келіп жеткен жағдайға құттықтаймын. Жасыңыз ұзақ болсын, ең басты денсаулығыңызды күтіңіз. Осы Нұрлан аға екеуіңіз бір жастықта қартайып, бала-шағаларыңызбен біреу күліп ойнап жүре беріңіздер. Бұйырса енді сол Аслан аға тойына келіп. Азын-аулақ сыйымыз бар, туыстар атынан. Шабалақ, сый-сияпаттары бар екен, енді атап жүріңіздер. Сақина, алтын Сақина дейді ағайымда, қошемет. Ой, міне. Әй, бәрекет, міне Шабалақ, құрметті ағайым. Макураштың арқасынан Нұрланда кейін қасымен. Ой, Нұрланға да міне. Тарелкаларыңыздың астында, дастарханның үстінде нөмір бар. Нөмір болған кезде, біз енді бәләпәй нөмір болған жоқпыз. Ылғи 50-ге дейін болғанда 10, 20, 30, 40, 50 жас қой еткені. Сол жерден соны астында кімде бар, сол сый-сияпат алады, тегін сыйлық, акция. Ол үшін бұлай істеу керек. Мұқият болыңыздар. Ол аталған кісі, жаңа ұтып алған кісі, тек қана ортаға билет шығу керек ағай. Егер де билейтін жері істемейтін болса, қинай. Кесті қоя, ал билет айғайлап, чулатып, ана Ерғалияға күлсе болды ағай. Қалғандарыңыз күлмей қойыңыздар. Міне, күлдірсеңіз, билет шықсаңыздар, сыйлықты тегін. Ал билемей, қабағын түйіп, мойнында кредитім бар деп жүрсеңіздер керек жоқ. Кесті қоя, дайынбыз ба? 5 дастарханда бар. Ondan başladık 10, 20, 30, 40, 50. Mine, 10 деген сізге бір сыйлық бар, бір сыйлық бер. Міне,
мынау сыйлық. Кел. Мынау сыйлық. Енді бүгін акция. Нұрлан айтып отыр, мына Серіктің әйелінен аяма сыйлықты дейді. Сізге бір сұрақ қоям, жауап берсеңіз, бұл жерден екінші сыйлық береміз, мұқият болыңыз. Жеңіл, мұқият. Ешкім айтып қоймаймыз, тапса өз алады, таппаса жоқ. Қазанға не сыймайды? Қазанға не сыймайды? Кім ана? Өзі қақпақ. Қазанға не сыймайды? Дұрыс емес, екі қосқардың басы сыймайды. Отыр. 20, кімде? Ал жоқ, мен келесің. Ал ғане. Ешкім айтып қоймаймыз, бірақ білмейсіздер деп отыр. Міне, 5 жастан асқан сиырды не деп атайды? 5 жастан асқан сиырды не деп атайды? Кәрі сиыр. Кәрі сиыр. 5 жастан асқан сиырды 6 жастағы сиыр дейді. Шабалақ. Кемел айтуы мүмкін ол сізге. Осы есікті ашу үшін не қажет? Тұтса? Тұтқан? Есікті ашу үшін. Дұрыс емес, есікті ашу үшін есік жабық тұру керек. Рахмет. Ешкім айтып қоймаймыз, ханның баласы не деп атайды тарихта? Ханзада. Ханзада, хан аяқ астынан қайтыс болып кетті. Ханзада не болады? Жетім болады. Жетім. Хан болады. Отыр орынға. 50. Ешкім екіп алған жоқ. 50. Кімде 50? Рахмет. Дұрыс. Бұл сенді бақты. Бақты мен мақаншының арасында. Не келесіңіз ғой? Неше бұрылыс бар? Ойбай қарабұта, ақшоқы. Бұғыбай? Қарабұта? Не саным? Өнің көйін ана. Ақтығай? Өнің көйін жалаңыш күлге бұрылатын жол. Бұл неше бол? 4-еу? Дұрыс емес, 2 ақбұрыс бар. 10-ға солға. 10-ға солға. Айтып жатыр, тамақ дайын дейді. Енді асымыз әкім 2 приз әлі ешкім алған жоқ. Әлі приз көп. Сол себептен қазір алдымызға үлкен асымызды әкеп, төрдегі үлкен құдалардан қазір бата сұраймыз ағайын. Дайын отырыңыз, Ерғали аға, бір германский аманат партиясының батасы бар ғой. Соны беріп берсеңіз. Ал. Ас келеді ағайын, ас келеді. Дастарханда ет деген арманыңа жет. Дастарханда сорпа, көбелеріңіз болмасын орта. Дастарханда қуырдақ, қолдарыңыз жүрсінші. Аттарыңызға бақ берсін, астарыңызға бақ берсін. Алланың берген жасын жасап, ақсақалды сатысты болғанша жастарыңыз, бастарыңыз бір жасты қартайып, бағашағыңыз ойып өсіп, әрдайым жылда өзгелдің дастарханына жақсылыққа тұрады берейік. Әумин. Қабыл болсын ағайын. Қабыл мөлдіреген көз екен. Ал көзінен әдемі жері. Бұл аузынан шыққан дуалы сөз екен ағайын. Өйткені адам өзі жүрегіндегі тілегін айтады ғой. Сол себептен енді махаббат қайда деме жүрегімде, шапағат қайда деме тілегімде, береке қайда деме отбасында, мереке қайда деме көп қасында, ай күнім қайда деме аспанымда, байлығым қайда деме бас жағымда, ырыздығым қайда деме Алла тағала жаратқан деген ағайын. Ендеше мынандай дастархан мәзірінде отырған кезде ақ тілегімізді арнап, лебізімізді арнап отырайық.
келесі бір жақсы тілегін арнайтын енді бұл әулеттің ортамызда ерекше құдалар отыр екен аға. Біз енді құдаларды бөлген жоқпыз ағайын, бөлінгені бөрі жейді дейді. Ендеше ортамыздан құда құрдасындай, құдағиың сырласындай дейді. Ортамызға Рәш апам бастап келіп отырған, Ерғали аға, Сара апам бастап келіп отырған, Гүлбақыт апайымыз отыр, Мәрзия апайымыз отыр ортамызда, Сандуғаш Мейрам отыр жаңағы ортамызда, Айдын, Ботагөз, Алмагүл, Асқар, Сайра, Қайырғазы ортамызда, Майра, Руман құдағи, Несібелді, Нұрболат атты құдағиларға шабала, келіңіздер, құдалар! Не застынет птицей, а иду за тобой. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Бүгін мінекей Нұрлан мен Мәкураштың ағдастар қонына бәріміз басымызды қосып отырмыз. Ол үлкен той деп айтуға болады. Өйткені ғасырдың бел ортасына келіп Мәкураш Нұрлан екеуі қол ұстасып бірге келе жатыр. Енді біз бұл кісілермен 5-ші жылға кеттік, Алла көрсе құда болғанымызға. Немеремізді беріп отырмыз. Осылардың осы құда-құдағылардың келіндері болады. Енді бүгін бұл кісілердің әулетінде ақ-түйенің қарны жарылып, ағайын туыс, құда жекжат, жолдастарын бәрін басын қосып, онда жаңа жылдың келген мерекесіне, ауданымыздың 1 жыл толған мерекесіне, ағайын туыстың басын қосып, дастархан жайып, бәріміздің тілегімізді тыңдап отыр. Енді бағанадан ағайын туыстың айтып жатыр, жақсы тілектен мен қабыл дейсің сізге. Өзіміздің өз атынан құдалар сөйлеуін тағылдағылар. Сізге бар жақсылық тілеймін. Алла тағаланың берген жақсылығын бәрі сізге болсын. Бармақтай ғана бақ берсін, бақ берсін, бақ берсін. Немерелеріңіз өсіп өрсін. Солардың қызықтарын көріңіздер, шөлдерін көріңіздер. Шөпшектің алақанынан айналаңыздар. Алланың берген. Ама әділет күйеу баламыздан басқа да бауырлары, артындағы, Мөшел, Күлшол, ұлдардың бәрін үйленген қызығында бәріміз қызықтай, тойына бірге болайық, Алла денсаулық берсін. Енді кім айтпайды, мен жүз жасамын. Алла тағала сол қол ұстасып сіздер сол бір ғасырдың жағасын жағалаңыздар, үлкен екеніңіз. Сіздерге тілейтін осы, бар жақсылық, аман болыңыздар. Нұрлан Мәкураш жасап жатқан тойларың құтты болсын, бала-шағаларың аман болсын, жаңа жылда жақсылықпен енді кіріп жатырсыңдар, осы жақсылық ұзағынан болсын. Немере сүйіп жатырсыңдар, енді шөбіреге жеткісін Алла тағала. Сол қалған балаларының да жақсылығын көріп, солардың жақсылығымен марқайып, солардың жақсылығымен бастарыңды тік ұстап, аман-есен қол ұстасып жүре беріңдер. Дендерің сау болсын, отбасыларыңа тек қана жақсылық тілеймін. Елі ескерменді құдаша деп шақырып жатқандарыңа көп-көп рахмет. Тойларың той болсын. Көпшілік қауым, бүгінгі мына келіп жатқан мейрамдарыңыз құтты болсын, жаңа жылдарыңыз. Бүгін міне Мәкураш пен Нұрлан енді жасап жатқан Мәкураш келіп жатқан 50 жасың құтты болсын, денсаулығы мықты болсын, бала-шағаң аман болып, солардың қызығын көріп, ендерге саулық, бастарыңа амандық тілеймін. Немерелерің көп болсын, солардың қызығын көріп, Нұрлан екеуің аман-есен жүре беріңдер. Жасыңа жас қосылсын. Мәкураш, туған күнің құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын, мына 50 жасың семена бақ-береке тілеймін. Осы бала-шағаның қызығын көріп, тек қана аман болып, 50 жасың құтты болсын. Семьямыздың атымыздан сізге бата.
мынау бүгін Нұрланның шаңырағында Макураш екеуінің үлкен той болып жатыр. Сол той болсын деймін. Енді Макураш, жасыңа жас қосылсын енді. Үйің жанға толып, орамалға толып, әрқашан осы үйлерді тағы бір жасай берсін. Біз ризамыз деп немереден шөбере сүйміз. Әрқашан аспазыңыз ашық. Жақсылық қана болсын. Осындай думан той әр шаңырақта болсын. Бәріміз өстіп, әр шаңырақта той-тойды қазақ елі аман болсын. Тойларыңыз құтты болсын. Туған күніңізбен өмір жасыңыз ұзақ болсын. Осылай әрқашан бала-шағаларыңыз ортасында сый құрметке ие болып жүре беріңіздер. Артынан кішкентайлар ере берсін, дастархандарыңыз тек қана жақсылыққа жайылсын. Бар жақсылық тілеймін. Тойшыл қауым, мына 2025 жаңа жылдарыңыз құтты болсын, әр шаңыраққа тек қуаныш жақсылық әкелсін. Ал енді құдалықтағы үй, бүгінгі мына мерейтойыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, жасыңызға жас қосылып, Құдай екеуіңіз бала-шағаңыздың қызын қызықтап, немере шөбере сүйіп, тойыңыз тойға ұласып жүре беріңіздер. Той тойға ұласа берсін. Дендеріңіз сау болсын бәрілер. Үйлеріңізде жақсылық береке болсын. Үйлеріңізде той болсын. Ал енді Құдай енді жасыңызға жас болсын, деніңіз сау болсын. Аспаныңыз ашық болсын. Осы жерде ойнақ тұрып жүре беріңіз. Бала-шағаңыздың немерелерінің ортасында. Алланың берген жасын жасай беріңіз. Құдай екеуіңіз бір жасты әртейіңіздер. Алла нәсіп етсін соған. Сені дендер сау болсын. Үлкен жиын тойда отырмыз. Бүгін біздің Құдай мен Құдағидың қуанышына келіп отырмыз. Макураш Құдай сізді 50 жасыңызбен құтты болсын, деніңіз сау болсын. Құдай екеуіңіз бірге қостасып жүре беріңіздер. Енді той-тойға ұласып, ұлдар үйленсін, бәр жақсылықты көріп, немере шөбере сүйіңіздер. Енді бақытты ана болыңыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Барлықтарыңызға сіздерге де денсаулық тілеймін. Сый-сияпат ағайын, міне қошемет соғып қояйықшы. Құрметтеп қояйық, міне құдалардың атынан. Келіп жатыр ағайын, көрсетіп беріңіздер. Санап отырған жақта, 3 сақина болып та қойып жатыр.
қояйық, енді бұл жерде тағы да бір сый-сияпат берейік, енді біраз тарлық қылып жасап жатырмыз. Сияпат бар. Енді секіріп билемейсіздер, тек қана жауап қана бересіздер. Бұл енді қарап отырсақ мына жерде ылғи көбі 50-ден жоғары. 50-ден асқандар ғой қарап отырсақ, көбі мына жерде 80-90%. Енді сіздердің заманында теледидар болды, білесіздер. Қандай теледидар болды? Рекорд, Весна, одан кейін, Рассвет, ардақ жота телевизия істеп қойды. Ал енді сол замандағы қазір алдымен міне қазір программалар, телепередача бар ғой. Соның музыкасы қосылады. Соны тапқан адамға сыйлық бар. Тапқан адамға ал бірінші мына достардан бастайық, мына айланып жейік. Кет, бірінші, кет. Сый-сияпатын ұсыныңыз, міне, дұрыс. Үстестерді кім жүргізді, білесіз бе? Дұрыс. Листев жүргізді, Олег Яковлевич, рахмет. Енді екінші дастархан. Шабалақ, дұрыс. Время дейді. Сол кезде времяның бір дикторының аты жөнін білмейсіз ба? Любой біреу сол. Заманда болсын, қазіргі заман болсын, кім времяны жүргізгенің іште? Бір айтып бар ғой, екеуінде бар ғой, түрі бар ғой, әнесінде бір осы ең ақыры бесіне нөмірен еткен кезде ретро деп шығарып ғой, сол кезде екеуінде бар екен. Шабалақ, дұрыс. Екеуінде. Қайсы? Қане? Шабалақ. Айтып олсыз ғой, айтып олсыз, шабалақ сый-сияпаттар етіп. Сандуғашты бинақ көрейік. Білесіз. Қайсы? Полешнесі? Жоқ. Білмеймін байырдашы? Не? Что и когда? Что, где, когда? Шабалақ. Сарабамызға сіз, что, где, когда? Енді мына балашағыға барайық, Ержан, Байған, Итақау жүме. Қайсы? Не? Спокойной ночи, малыш. Шабалақ, дұрыс, спокойной ночи, малыш. Итақама деп айтып отырмын ғой. Рахмет, дұрыс. Қай программа қайтылады? Жди меня. Шабалақ, дұрыс айтады, жди меня. Көрейік? Жоқ, сандаймыз, міне. Көреміз деген программа жақын қалды. Міне, біліп жүрейік. Телепередачада. Ол кезде білесіңдер, стақанның бәрі анау тауық қора, сиыр қораның маңайында болады, не? Салаттың бәрі қатық қаған, асаба жоқ, ортада біреу жүреді. Таңертең сиырды айдап бара жатқан кезде бір-екеу ғана билеу жатады, оларда иінен қайынын ұрсыз қағандар, қаш кеткендер бар солар. Енді сол замандағы ортаға шыққан есептелмейді. Бір куплет болғанда бір 4 жолын айту керек. Екі жол пайда тұрыз, ардақ айтып жатыр ғой. Балсызым айтып жатыр ғой. Енді кеттік, келесі. Бастаймыз. Әндер. Оқият. Көте. Қаян? Ақ сәулем. Қойып, ұмытып тұрмын қазір. Мен де сенің жақсы әнің болайын. Ақ сәулем, мен де сенің жақсы әнің болайын. Шабалақ, рахмет, ақ сәулем. Енді қойсаңыз, алып алам қайтадан. Келесі. Хоп! Аяқ көтер, қол емес, аяқ көтер. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын. Болды қойшы.
Onda жарайды, бер. Нормально айтылығы. Я, толық айту керек, бір куплет етіп қой. Келесі. Айналайын көзімнен ашырдың банай. Көзбеттен сатарым-ай, ержетарым-ай, ауылыңа кетеді, қолда болып-ай. Sensiz ötken günler-ay, ağırmay tükürük, ağırmaydı. Ой, Сарла, sen еш құлаққа бірақ етті ғой. Қалғанда бір құлаққа sen еш құлаққа бірақ. Дегенде балқадыша, балқадыша. Шіркін-ай шалғадыша. Балға дейсем, шалға дейсем бұл кетті ғой мәлі. Сенің көзің түптес терең тұңғиықтан жаралған. Сен сонда жатыр, орындалмас бұл. Білу керек. Таныстым, өзіңмен таныстым, жайнаған көлдей тұрдым сен, жағада тұрдым сен. Жаз еді күлгінде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Енді ең соңғысы, енді... Болса қыз едің бір кезде, шашыңа ақ бантик байлаған, ер жетіп кетіпсің бұл күнде, көзіңе көрген оңаншы болған. Сұлу бейнең қандай жарқын, арманысың қандай жаңғыр, шыдарыма сен өдірсің еркек, тау бұлағындай. Жабала, қошеметті мендерға. Әрекет құрметтің ретін келтірейік ағайын. Енді ортамызда әрине осы Нұрламен бірге оқып, балалық шағын бірге өткізген, алыс жақынан класстастары келіп отыр екен ағайын. Төрге шығарып отырмыз, өйткені класстас деген балалық шағын бірге өткізіп, 10 жыл бірге оқып, әрине жан жаққа кетсе де, осы жанұясымен бірге араласып жүрген ортамызда қуаныш бүгін мереке, шуағын шашып тұр әлем, ал қалайық сіздерге класстастардан бір сәлемдеп, нақ бірге оқыған класстастары. Ортамызда Мендияр, Әлия, Семейден кеп отыр. Серік, ортамызда Ләйла, мына Мичуден кеп отыр. Асқар, Гүлмира, Сабашиграден кеп отыр. Әшок, Мика, тоже Сабашиграй. Ортаға келіңіздер. Баламызда бір-бірімен дос бола, менің досым, менің жақсаған. Құрметті қонақтар, міне бүгін Нұрлан досымның үйінде той болып жатыр. Макураш 50 жасқа келіп жатыр. Ең маңыздысы тілейтінім денсаулық. Денсаулық болса бәрі болады дейді. Бастарыңа аман дендері сау болсын. Біз осы тілектерге тілеулес болып келіп отырмыз. Әрқашанда өзіміздің бір класстастарымыз, жолдастарымыз бір қызық тойлар болып жатса қалмауға өзім тырысам. Енді
тілектеріне тілеулес болып, басымыз аман еліміз сау болып, міне Макураш жасап жатқан жасың мерейлі болсын, өрсін өссін, бастарыңыз аман дендеріңіз сау болып, мына жаңа жылдарыңызбен өзім толып кеттім. Енді мына Макураш саған тілейтін бәрі жақсылық, қайда жүрсеңіз де бәріміз аман болайық, бір-біріміздің тілектерімізге тілеулес болып жүре берейік. Келе алмаған жол немесімен қазір жол жаман ғой қыста. Әйтсе келеміз деген тасастар көп болған. Бастарыңыз аман дендеріңіз сау болсын. Міне әрқашанда өстіп міне береке бірлігіміз мол болсын, төртеу түгел болса төбедегі түседі, алтауың ала болса ауыздағы кетеді. Осының бәрі береке бірлік, денсаулықтың арқасы. Бәріңізге жаңа жылдарыңыз жаңа уақыт әкелсін. Тек қана тойда өстіп басымызды қосуға нәсіп етсін. Жарқын азат қосыла берсін. Нұрлан екеуің бірге қартайып, немерелі шөберелі болыңдар енді. Бәрі жақсылық тілеймін. Нұрлан Макураш бүгінгі жасың құтты болсын, елу жасың. Тойың құтты болсын. Әрқашан енді екеуіңе жақсылық тілеймін. Немерелеріңнің қызығын көріп, балаларыңды жеткізіп, бір жақсы үлкен семья болыңдар. Біз енді тілектеспіз әрқашанда. Елу жас деп қартайма, гүлдей жайнап жүре бер, Макураш. Апасың, үлгілі жарсың. Ең бастысы өзің денсаулығы мықты болып, осы бір семьяны түптеніп, аман есен шауып жүре бер. Немере сүй, шөбере сүй, бәріміз осы бірге тойлап, жақсылығымызды бөлісіп, аман есен бірге жүре берейік. Жақсылық тілеймін, той құтты болсын. Ассалаумағалейкум, қонақтар, достар, туыстар. Макураш елу жасың құтты болсын, денің сау болсын, бала шағаңды көріп, осы ұлдарыңды ұяға қондырып жатсыңдар, Аллаға шүкір. Бар жақсылық тілеймін, тілектеспін. Сен де қартайып жүр қойдық қояйық. Ал Нұрлан Макураш екеуіңе бақыт. Сартысты ақсақалды болып, бұл жаста қартайыңдар. Бар жақсылық тілеймін енді. Аманшылық болсын. Dört kıvlamız var eken, 5 namazımız var eken, 6 alaşımız var eken, 7 kaznamız var eken, 8 serimiz var eken, 9 kumalağımız var eken, 10 çakıllarımız var eken, edeme 10 çaktı kızlarımız var eken. Aynalayın bugünkü Nurlan men Makuraş'ta silak kegen ağayın, adaldık sizge tileymen, amandık sizge tileymen, berleriniz aman bolunuzlar, Allah'dan sonra tileyin dep bir şamala bakmayın. Şuradanın özüne armanı boladı koy, mine Nurlan'da kezinde armanda ben,
осы Макурашты шаңырақ әкесін деп сол арман орындалды. Сәби кезінде арман деп еді, ол арман орындалды. Немере деді, немере арманы орындалып жатыр. Орындала берсін. Алла берші, шөбере сүйік Аллахым нәсіп етсін. Енді әрбір адамның арманы орындалу үшін мына әнді тыңдауларыңыз керек. Ендіше қабыл алыңыздар. Армансыз күнің асқар болмай ма деп бір шырқап берейік. Ömürleri olsun da endi olsun, ak makabat bayandı мәңгі olsun deydi. Yani мәңгілік işteki жоқ қой. Сол себепті мына алттағы дәмді алу үшін, өздеріңіз білесіздер, адам тойы үшін жемейді екен, өмір сүру үшін жейді екен ағайын. Өмірім ұзақ болсын деп дәмді алады екен. Ендеше бүкіл Европа қазақтың тойына тамсанады екен. Не деген дастархан қазағымның деп айтады екен. Өйткені Европа еңселі болып көрінгенмен, біз сияқты немере шөбере сүйіп отырған шалдары жоқ. Арабтар ақшаға бай болғанмен, біз сияқты биік таулары жоқ. Жапондар осындай тез дамығанмен, біз сияқты әппақ қарлары жоқ. Нар қазағым аман болсын. Бүгінгі той жасап жатқан Нұрлан мен Мәкураштың арманы жоқ деп бір жамалаған қояйық. Асаба болып келіп тұрмын, Нұрлан деген бауырға, асаба болып келіп тұрмын, Мәкураш деген келінге, Мақаншы деген далаға, Гуси гагада, Ес-Хатиде дадада, Зима қалада, маған шапалақ жоқ па, Нұрлан тамада! Бір жақсы тілекті, дос ниеті аққардай, дос ниеті ақтаңдай, сені қолтықтап бара жатқандай деймін. Бір досым бар, сырым маған айтады.
бір досым бар, дос бермесе жатмаған, бір досым бар, көтеретін көңілді, әркез көңіліне шығып жатады, бір досым бар, тату тәтті бәрімен, дос дегенің жақсы екен ғой бәрінен дейді. Ортамызға достары, Айдын Салтанат, Ардақ Камаш, Ерлан Айғаным, Нұрлан Ырысгүл, Нұрлан Голя, Асқат Жанар, Кемел Сайра, Жанка және коллективінен толғанай деп отыр. Шапала ортаға! Осы тойда ән салып, ойнада күл, билесіз ол шаттанып, ойнада күл, Бүгін енді Нұрланның шаңырағында бір үлкен той, ол жан-жары Мәкурашты 50-ге толып жатыр екен, 50-ге де қимаймыз. Бірақ бәрібір енді дата көрсетіп тұр. Ал Мәкураш саған тілейтіміз денсаулық. Бақыт тілеймін. Балалардың қызығын көр. Осы туған туысқан арасында беделді болып, абыройлы болып, осы жан-жарың жігітің екеуің ұзақ ғұмыр кешіңдер. Бақытты болыңдар. Тойшыл қауым, бүгінгі Нұрлан мен Мәкураштың шаңырағында үлкен той. Мәкурашымыз 50-ге толып, жаңа айтып отыр, айдын қимаймыз деп. Расында да біз мына жолдастар, жолдан қосылған жолдастар дейді бәрі. Бала кезімізде бірге оқыдық, бірге әрбір мектепте оқысақ та кейіннен жиналып өзіміз бір доптың арқасында, спорттың арқасында бір-біріміз тауып семьямен араласып 1994 жылғы деймін, ұмытпасам, осыдан 31 жылдай болып қалды. Ол кезде жап-жас 20-дан енді асқан жігіттеріміз енді үйленіп, балалы шағалы болып енді тұңғыштарымыз дүниеге келіп жатқан кез. Сол кезде енді сіздерге өтірік бізге шын шығар, шанамен түнгі сағат 12-де Мәкураштың үйінен мүйшенің басына жаяу айтатын кездер талай болған. Қарасаңыздар, зымырап өтіп жатқан заман қазір 30 жыл болыпты. Мәкурашымыз 50-ге толып жатыр. Үлкен белестерді алып, енді немере сүйіп отыр. Немересінен шөбере сүйсін, асланымыз үйленіп, үлкен бір шаңырақ құрып, одан бір немере сүйіп, шөбере сүйіп, ары қарай өніп өсіп жүре беріңіздер. Бастарың амандық, дендеріңе саулық беріп, Нұрлан екеуіміз жаңа айтып жатыр, бір жастықта қартайып, үлкен бір ақ тісті, сондай айдын айтқандай, үлкен бір апа мен ата болып, солардың шөберелерінің қызықтарын көріп, немененің боғына тайып құлап өліңдер енді. 100 жасағында әрқашанда жақсылық болсын, дендерің сау болсын. Шөбере дейші деймін. Немене деп, шөбере деген немененің боғына тайып құлап өліңдер. Шөбере саған детіп бат, немененің өтесің. Соған жетіп сын аламдағылам айтады ғой. Түйе сұрасаң бие береді деген секілді, Алла тағалам бір өзі жақсылығынан келе берсін, жақсылық аманшылықта осы ойнап күліп жүре берейік. Бүгін Нұрлан мен Мәкураштың үйінде үлкен Мәкураштың жанынан қойшы. Той, Мәкураштың үйінде бүгін 50-ге толып, үлкен той жасап жатыр, достардың, көршілердің, айтып жатыр, сүттің қаймағын теріп, ең жақын деген адамдар өзінің қуанышымен бөлісіп жатыр. Сонымен де бір кішігірім өлеңім бар еді. Соны оқып беруге рұқсат етіңіздер. Өзім шығардым. Және отырып, шығарғасында отырып. Чабықтым кеп аяғасынан. Ақ тілекті ақтарамыз жүректен. Қуаныштық. Рас. Ақ тілекті ақтарамыз жүректен. Рас. Көралмайды Нұрлан. Ақ тілекті ақтарамыз жүректен, қуанышта көңіл шіркін дір еткен. Туған күн құтты болсын деп бүгін өзіңізге үн қосамыз тілекпен. Мәкураш, міне 50-ге толып қапсың, өмірдің 50 жылдай шыбасын. 50 жасты біз саған бере алмаймыз, сен бізге 25-тей әлі жассың. Кең пейілді ақ жүрек адал жансың. Ардақты ана, сүйікті апа атанғансың. Туған күніңмен достарын құттықтайды, қыдыр бақ сені қалай қолдамасын деп, Мәкурашты туған күнмен құттықтап қояйық. Ой, дақпады. Ал енді тойсер қауым, Нұрлан мен Мәкураштың
жанұясында үлкен той, 50 жас юбилейге келіп отырсыздар. Жастан жас қосыла берсін. Бұл жерде тұрған енді бәріміздің тілегіміз бір, денсаулық берсін. Одан кейін алтындағы балапандардың қуанышын, тойын тойлауға денсаулық берсін бәрімізге. Осы немерелерін шауып, аяқтан теуіп, атасы артынан ұрсып жүгіріп жүре берсін. Тек қана денсаулық. Тойшыл қауым, осы достардың ішіндегі енді еркегінің бәрі 50-ге толып кетті, әйелдің 50 жасын осы ардақ бастап еді. Содан қиын болды өзі. Анаң қатыннан кейін ба, мұнаң қатыннан кейін ба, бәріміз 50 жас жасайтын болдық әйеліміз. Енді Нұрланға да кетіп қалған екен кезек. Осы 2025-тегі той әйбат басталды досым. Сол сенің шаңырағыңда осы жыл аяқталғанша той болсын шаңырағыңда. Енді еншісін белген ол ел шетімен бір дейді. Осы Нұрлан мен Макураштың отбасын құрғаннан бері дос болып көз алдымызда араласып жүрген жағдайыңыз бар. Өз еңбектерімен, өз жігер ұстамдылығымен осы ешкімнен кем қылмай отбасын асырап жеткізіп осындай жағдайға жетті. 2 бөлмелі үйден бастаған өздеріме талаптанып, талаптыға нұр жауады дейді. Ол көз алдымызда көрдік бәрін. Үлкен бір мақтан тұтатын отбасының қара шаңырақтарына айналды деп ойлаймын. Оның бәрі осы екеуінің талмас еңбектің арқасы. Сол кездегі әділеттер кішкентай немересі сияқты болып жүретін, қазір міне үлкен азамат болды. Бұл еңбегің жана берсін досым. Макураш, жаным 50 жасың құтты болсын. Жылай-жылай арқасаң, күле-күле су ішесің дейді. Сол еңбегің жемісін көріп, енді келесі осы тойының арты тілегің қабыл болып, келінді түсіретін жағдайға жетейік бәріміз. Келін келсін үйлеріңе той құтты болсын. Мына жігіттерден сөз қалған жоқ секілді. Ал Макураш жаңа жасың құтты болсын. Тек қана өзгертпейтініміз денсаулық, Нұрлан екеуің бала шағалар қызық-қызықтап, тек қуаныштар жүргендер. Мерейтойыңыз құтты болсын, деніңіз сау, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Әрқашанда езуіңізден күлкі кетпесін. Алланың назарында, бақыттың базарында ойнап күліп, достар, туыстардың арасында жүре беріңіз. Бала шағаңыздың қызығын көріңіз. Әрқашанда отбасыңыздан береке, бірлік, қуаныш, той бітпесін. 2025 жыл сіздерге тек қана жұмыстарыңызға табыс, отбасыларыңызға қуаныш әкелсін. Тойшыл қауым, мына бүгін Макурашымыздың жаңа жасына, 50 жасына келіп жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Негізі мен сөйлемеймін. Қалай келіп білмей қалдыңыз. Деніңіз сау болсын, басыңыз аман болып, бала шағаңыздың ортасында, құда жекарттардың арасында ойнап күліп, жадырап, жас болып жүре бер. Жақсылығың көп болсын. Мынау аз да болса көп те көр. Негізі мен. Hey, bir şabala kırık koyayım.
елу жасына бақдәулет несібесі басыңа деп бер. Әмин. Ол жаратқан құдірет ақ батамды қабыл етті. Тілеген келіннің назарыңа алып ет. Ордалы болсын еліңіз, отарлы болсын қойыңыз. Ұрпағың өз артынан қызығын оның көріңіз. Асың болсын табақты, баспасын қайық қабақты. Келінің болсын көрікті, құрсағы болсын өрісті. Ұлың болсын ардақты, абыройлы салмақты. Шаңырағың қоңды, туың болсын байрақты. Әмин Аллах. Ой, рахмет не. Тілек айтқан жоқсыздар. Сол себептен сіздерді ортаға шақырайық. Сонеген Айман Ахметқали, Айжан Ержан, ортамызда Ақжол, Жеңіс, Айжан, Амангүл Қайсар. Шақырайық. Шабат. Қонақтар, Тойшыл ханым, бүгінгі 50 жас құтты болсын, жасырақ болсын. Нұрлан екеуін бір жасыққа қайтарымдан. Аман есен болыңдар бәрің. Осы жерде отырғандарына денсаулық тілеймін, жұмыста табыс болыңдар. Емерек тойың құтты болсын, жасыңа жас қосыла берсін. Ұл қыздарының қызығын көріп, немере шөбере көп болсын. Нұрлан екеуің бір жастықта артайыңдар. Денсаулықтарың мықты болсын. Сіздерді біріншіден өткен жаңа жыл мейрамдарыңызбен құттықтаймын енді. Бәрілеріңізге шаттық, берекелі тілеймін. Шаңырақтарыңыз биік болсын енді. Енді бүгін мына жеңгемнің 50 жас тойы құтты болсын. Енді жеңгеметлерім енді аман болсын, өзіміз жақсы көреміз. Ағам екеуі үлкен отбасы болды деген сол ғой. Біз артына ілесіп, осы кісілердің жолын бізге берсін. Әрқашан той болсын, әриді. Енді жеңгем 50-ге 50 жасай берсін, әрқашан. Енді Асланымыз үйленсін, бағадан жақсы тілек айтылып жатыр. Алланың бағына шағылсын. Енді сол, жақсы тілегім сол. Құрметті Тойшыл қауым, ал Нұрлан аға, Нұргүл ағай, тойларыңыз құтты болсын. Жасыңызға жас болсын, деніңіз сау болсын. Бала шағалы өміршілі болып, аман есен жүре беріңіз. Жасыңызға жас тола берсін. Мақұраш апай, бүгінгі 50 жасыңыз құтты болсын. Өмір жасыңыз ұзақ, деніңіз сау болсын. Нұрлан аға екеулеріңіз бала шағаларыңыздың қызығын көріп, немерелеріңіздің қызығын көріңіздер. Өмірде бар жақсылықты тілеймін, семьяларыңызда бақытты болыңыздар. Туған күніңізбен жүзіңізден күлкі етпесін әрқашанда. Денсаулығыңыз мықты болсын. Нұрлан аға екеуіңіз бақытты болыңыздар әрқашанда. Жаңағы көп тілеу көл дейді ғой. Асылғанымыз үйленіп, бір бас екеу болып, тек қана жақсылықта осындай әрқашанда осындай жақсылықта жиналайық. Жүздеріңізден күлкі етпесін. Бірінші барып денсаулықтарыңыз мықты болсын әрқашанда. Тек қана жақсылықта жиналайық. Сәтті болсын, талабың дейді ағайын. Талаптарыңыз сәтті, оңды болсын. Біз енді мақтанатын халықпыз ғой ағайын. Той жасаған кезде мақтанамыз. Ертең қарап отырсаңыздар, мына фотосурет әрбіреуінің WhatsApp-ында, Instagram-да жүреді. Бүкіл республика қарайды асқар, салып қой ертеңге, салып қой. Сол сияқты той ұлассын. Өйткені бүкіл әлем тамсанады ғой. Өйткені қазақтың тойынай дейді. Мына қазақ деген өзі ерекше қауым. Мына орыстар орманмен мақтанса, Қытай қорғанымен мақтанады екен ағайын. Америка доллармен мақтанады екен. Германия әдемі көрікті жолдармен мақтанады екен. Швейцария әдемі демалатын жерімен мақтанады екен. Олар мақтана біледі екен, қазақтың тойына қарап күледі екен. Күлсе күле берсін, бәрібір қазаққа жетпейді екен. Неге дейсіздер ғой? Өйткені Американы асырап жатқан мұнай Атырау қаласында жатыр. Қытайды асырап жатқан бидай Қостанай даласында жатыр. Германияның әдемі жолы нағыз әдемі жол емес, нағыз әдемі жол Семей мен Астананың арасында жатыр. Швейцарияның демалатын жері нағыз демалатын жер емес, нағыз демалатын жер біздің Алакөлдің маңында жатыр. Ал енді мына өздеріңіз білесіздер, мына Грузияның виносы нағыз вино емес, нағыз вино ауылдағы апамның қымызының самасында жатыр. Ал Индияның табынатын сиыры Нұрланның қорасында жатыр. Шабалақ соғып қойыңыздар. Той құтты болсын.
Нұрлан мен Макураштың бала шағаларымен алдымен бір ауыз тілегін тыңдай, балалар сөйлеп сый-сияпаттар бар екен, соны беріп алсақ деп жатыр. Ендеше ортаға бала адамның бауыреті, көз нұры, жұбанышы, қуаныш дейді. Нұрлан мен Макураштың жұбанышы да, қуанышы да осы бала шағалары, ендеше сол бала шағаларына шабала соғып орнаға шақырайық. Жасыңыз жоқ, денсаулығыңыз мықты болсын, ауырмаңыз, сырқамаңыз, бала шағаның қызын көріңіз, немере шөбереңіз көп болсын, жүз жасаңыз. Баршаларыңызға осы қонаққа келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Мамасын туған күніңізбен құттықтаймыз шын жүректен. Ауырмаңыз, денсаулығыңыз мықты болсын. Ұзақ ғұмыр кешіңіз, дастархандарыңыз тек қана осындай жақсылыққа, бақытқа толы болып осылай жайыла берсін. Папа екеулеріңіз бір жастықта қартайыңыздар. Барлық жақсылықты тілеймін, немере, шөбере сүйіңіздер, және де бала шағаларыңыздың қызығын қызықтап жүре беріңіздер. Және де осында қайнағам келу керек болатын, бірақ ол кісі жұмыста болып қалды. Сол үшін ең алдымен қайнағамның, Аслан ағамның сыйлығын сізге тарту етейін. Алтын набор. Желтое золото дейді ғой, сондықтан екеміздің атымыздан сізге жаңағы цепочкаңыздың набор болсын деп осындай браслет сыйладық. Браслет алдық. Және де сізге тілеріміз папамен бірге бақытты болыңыз, бірге қартайыңыздар. Сіздерге бар жақсылық тілеймін. Біздің қасымызда осы ойнап күліп жүре беріңіздер. Ал мама, туған күніңіз құтты болсын. Ешқашан ауырмай, сырқамай жүре беріңіз. Осы біздің ортамызда күліп ойнап жүре беріңіз. Папам екеуіңіз ұзақ өмір кешіңіз. Өмірдегі бар жақсылық тілеймін.
байлаймын ей, думаншыл тойшыл халқым менің, әнімді саған арнаймын ей. Думаншыл тойшыл халқым менің, әнімді саған арнаймын ей. Алмалы сайды көп жүрдім, алмасын теріп жей жүрдім ай. Алыста жүрген дос тойлап, қашан көріп дей жүрдім ай. Алыста жүрген достар тойлап, бір көруге шөлмедім ай. Барайын ата баба салғышын, амандасып алайын, той шырқауын шалғырсын, той қазына алтынның қазақ биі қалғырсын, той бастарын тартуым ән қанатым қалғырсын, алғалаған ағайын әнім алды қырасын, құс қауырман айым құдағи жас құрасын, айда шашы барайын, шақ гүлдер гүл ашсын, тұрға толып сарайын, тойын тойға ұласын. Әлеумет ағайын, шырқадан кез алайын, әлеумет ағайын, көңіліңді талайын, әлеумет ағайын, шырқадан кез алайын, әлеумет ағайын, көңіліңді талайын. Той бастарды ағайын, сағын ағайын, әлеумет ағайын, шырқадан кез алайын. Ана жүрек алама, қызы сыйлар құрбымыз, әні туса ағалап, қолдайға тұрдымыз. Туса қанағат, бұзылмасын шырқымыз, өмір бойы бұл аманат, аман болсын жұртымыз. Алғалаған ағайын, әнім алды қырасын, туыс бауырман айым, құдағи жас құрасын, айда шашы барайын, шақ көңілдер гүл ашсын, тұрған толып сарайын, тойын тойға ұласын. Әлеумет ағайын, шырқадан кез алайын, әлеумет ағайын, көңіліңді табайын, әлеумет ағайын, шырқадан кез алайын, әлеумет ағайын, көңіліңді табайын. Той бастарды ағайын, алайын, 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 сарғын, 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 балаларға алайын. Ағайын, шырқадан кез алайын, әлеумет ағайын, көңіліңді табайын, әлеумет ағайын, шырқадан кез алайын, әлеумет ағайын, көңіліңді табайын. Ей, деп қойыңыздар. Бәрекелді айда, тілегіміз, негізіміз, мына жерде кішкентай балаларымыз бар, солар сөйлейді. Содан кейін барады сөйлейсіздер. Жаңа жасыңыз құтты болсын. Сіздер уже Нұрлан аға екеуіңіз екінші әкеміз бен екінші анамыз сияқтысыздар ғой. Өз әке шешемізбен не тілейміз, соны сіздерге тілейміз. Өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Балаларыңыздың ортасында өсіп күліп ойнап жүре беріңіз. Балаларыңыз биік белестерден көріне берсін. Нұрлан ағамен бір жастықта қартайыңыздар. Келіп жеткен туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ, деніңіз сау болсын. Нұрлан аға екеуіңіз бір жаста қартайып, балаларыңыздың қызығын көріп жүре беріңіздер. Тек алда қуаныштар болсын, әрқашан күліп жүре беріңіз, жүзіңізде күлкі кетпесін. 100 жасаңыз, Нұрлан аға екеуіңіз бақытты болыңыздар. Тек сіздерге де соны тілеймін. Туған күніңізбен, жасыңыз ұзақ болсын, 100 жасаңыз, Нұрлан аға екеуіңіз бір жастықта қатайыңыздар. Сіздерге бар жақсылық тілеймін. Сабырлық, сабырлық. 100 жасаңыз, бала немерелеріңіздің қызығын көріңіз. Нұрлан аға екеуіңіз бір жастықта қатайыңыз. Жастан жасқа тола беріңіз, бақытты өсіп күліп ойнап жүре беріңіз. Нұрлан аға екеуіңіз бір жастықта қатайыңыз. Қатайын. Жастан жас қосыла
берсін, ауырмаңыз, өстіп күліп жүре беріңіз. Ұзақ өмір сүріңіз, бақытты болыңыз. Туған күніңізбен. Бал деген осы ғой дұрыс, кішкентай ұлымыздың өзі құдағи деп жатыр, қалайша. Құданың орнына келіп отырмын дейді. Бәрекелді, рахмет сіздерге. Құрметті тойшыл қауым, енді той қазақтың сыйы мен қазынасы деп жатырмыз ғой. Біздің сыйымызда қазынамыз осы той. Әке деген Асқартау, негіз бұлақ, ақсып берген анашым егіз құлақ. Аллахтан соң ата-ана разы болса, алдынан ашылады 8 жұмақ дейді ағайын. Ендеше бүгін көп тойдың куәгері болып отырсыздар. Мәкүрәшіміз елудің бересіне толып, Нұрлан бастаған бала шағалары немелері той жасап беріп жатқанның өзі жақсылықтың қуанышы. Ендеше осы үлкен әулетке айтатын тілегіміз, сонымен той иесінің ақ тілегі болсын. Ендеше мына Нұрлан мен Мәкүрәштің әулетіне, әрбір қазағымның әулетіне айтатынымыз бірінші тілек тілеймін дейді. Бір Алла деп жамағат құбылаға бетін бұрсын деп, екінші тілек тілеймін, екі дүние бақты бұйырып бізге тұрсын деп, үшінші тілек тілеймін, үш руым, үш жүзім менің аман болып, тек телге кірсін деп, төртінші тілек тілеймін, төрт аяғын тек басқан, төртлігім аман болсын деп, бесінші тілек тілеймін, таза болып бес намаз сәждеге терің сіңсін деп, алтыншы тілек тілеймін, әрбір қазағымның баласы Нұрланның, Мәкүрәштің балалары сияқты алт алаштың алдында жүгіріп қана жүрсін деп, жетінші тілек тілеймін, жетесі болмай ұл қызың жет атасын білсін деп, сегізінші тілек тілеймін, 8 наурызда аналар мен әпкелер, қарындастар мен жеңгелер қолына гүл алып, бір сәт болса күлсін деп, 9-шы тілек тілеймін, 9 мамырда бізге осындай бейбіт өмір, бейбіт бақыт сыйлаған біздің батырларымызға әрдайым халқын тағзым етсін деп, ең соңғы 10-шы тілек тілеймін. Аллахым бүгін осындай елудің белесіне жатқан Мәкүрәшті, Нұрланды, әрбір қазақтың шаңырағын Аллахым бақытты қылсын деп, осындай 10 тілек тілеп, 3,5-4 сағат зарлап тұрған Нұрлан Асаба, оның жұбайы Гүлмираға және Арнұр видеоға халқым шабалақ ұрсын деп! Мен сіздерді жақсы көрем. Сіздер менің арымсыздар, сіздер менің қанымсыздар, сіздер менің 4 сағаттан кейін тауып жүрген нанымсыздар ағайын. Той-тойға ұласып, ниет қабыл болып, бүгін осында үлкен әулет болып жатқаннан кейін ортаға әрине Нұрлан мен Мәкүрәш сөйлетті, кетіп қалу жоқ. Үлкендерімізге рұқсат, қалғандарыңызға би ағайын. Сол себептен ортаға мен той иесінің бір ақ тілегін тыңдай, сусынан іше отырыңыздар. Нұрлан жарты сағат сөйлейді, Мәкүрәш 31 минут сөйлейді. Ендеше ортаға той иесі, төр иесі Нұрлан мырза мен Мәкүрәш ханым ал енді мына не дейміз, достарымыз, құда-құдағилар, енді бүгінгі менің енді тауып алған тәттайым сол енді әйелімізден 50-ге қыпты енді олар қартаймасына жүрші әйелім айтып олар бәрлеріңе көп-көп рахмет. Қаладан келіп отыр достарым алыстан, құдағиым келіп отыр құдаларымыз. Бәрлеріңе көп-көп рахмет. Енді әйелімізден 50-ге толған кезде бұл атап өтпеске болмайды. Тек жақсылық болсын бәрлерімізде. Енді бала шағаларыма рахмет. Осындай тойда жасап беріп жатқан ұлдарымызға тек жақсылық болсын бәріне де. Енді 2025 жылы бәрін жаңағыларыңызбен жаңында жаңа табысқа жеттік. Осы жыл енді тоймен басталды, тоймен бітсін. Енді бәрі балалардың бәрі, достарымның балалары, ұлдар, қыздарым бәрі бой жетіп отыр, ұлдарым бәрі есейіп отыр. Биыл енді тоймен ғана шаршайық енді. Тоймен ғана жүріп, сол қуанышқа шыдайтынына денсаулық берсін бәрімізге. Главное сол бәрі денсаулықтарыңыз мықты болсын. Жақсылық болсын, бәрлеріңізге көп-көп рахмет келгендеріңізге бізді сыйлап. Енді жақсылығымыз көп болсын енді. Ештеңе әйелім бетіне қарап сөйлемейтін болдым қазір. Ал енді менің құрметті қонақтарым, құда-құдағиларым, туған-туыстарым, жолдастарым,
барлықтарыңызға көп рахмет. Менің бүгінгі туған күнімді бөлісіп келіп жатқандарыңызға. Енді мына келген 2025 құт берекесімен келсін. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Бала шағаларыңыз аман болсын. Осындай той думаннан айырмасын. Енді рахмет барлықтарыңызға. Үлкен кісілердің жолын берсін. 60-қа толайық, 70-ке толайық. Осы кісілер сияқты шөбере көрейік. Осы кісі, үлкен құда-құдағайларым отыр ғой, соның бәрін жолын берсін. Рәш апай жоқ болып қалды енді. Барлықтарыңызға рахмет. Енді мынау 50 жас деген әйел адам жасамайды деп жатыр ғой енді. Сонда да бой бермей енді бір шәугім шай берейік деп барлықтарыңыздың басын қосып жаңа жылдан кейін. Аз да болса көпте көріңіздер енді. Тойда кездесейік. Үйленбеген ұлымыз бар, енді үйленіп, үлкен той жасайық. Балаларыма рахмет, алыстан келіп жатқан құда-құдағиыма, өзімнің апайым, сіңілдеріме, мендер мен Әлияға, барлықтарыңызға рахмет. Аязға қарамай, боранға қарамай келіп жатқандарыңызға көп рахмет. Қол аяқтарыңызға дерт бермесін. Тойда ғана кездесейік. Рахмет көп барлықтарыңызға. Сол өзі айтатын көп еді, ұмытып қалдым. Қайын сіңілдеріме рахмет, өзі айналдырған 2 қайын сіңілім бар, 2 күйеу балам бар. Рахмет көп барлықтарыңызға. Сол өзі. Біз тілейміз сіздерге бақыт, байлық, денсаулық, ашық аспан күн болсын. Осындай мереке шаңырақтарыңызда нұрлан мәкураш көбейсін. Жаңа айтып асыланымыз үйленсін, Алла берсін, келін әкелсін, үлкен той болсын. Міне осындай немерелердің алдыларыңыз ойнақтап жүре берсін. Мәкураш деп жатырмыз Нұрлан. Мына тұрған Мәкураш, сен оны қинама, басқа біреуге гүл сыйлама, бетіне қарай алмаймын деме. Не надо да қоямыз, да қоям, ал Мәкураш деп қоям. Мына тұрған Нұрлан, ол келет, кетет, анда барады, достар үйге кеткенде тамақ жасап бер, соның өзі сіз үшін жетеді деп бір шамалақ соқпай ба? Кім табады деп айтады. Міне, жәшік отырып апта тұрып. Бәрекел, міне. Ал енді қуанышқа, енді бұл кісілер сөйлетті кетіп қалу жоқ ағайын. Би, дискотека, ең сауынан кемел екеніміз бірге қайтамыз. Бәрлеріңіз билеп, үлкендер енді үлкендерге рұқсат, енді Ерғалияға дайын отыр ғой. Сол сияқты енді той қоласын, ортаға би. Бәрлеріңіз биге, бәріңіз биге, мастар мазаламай үйге. Ортаға